қиссаның басы сол Хижр деген жерде Сәмуд қауымына байланысты болып, сол қауымның арасында болған оқиғалар. Енді Ад, Сәмуд деген елдер, бұлар Ад қауымына Худ пайғамбар жіберілген, Сәмуд еліне Салих пайғамбарды Алла Тағала елші қылып жіберген. Бұл екеуі екі елде, бұның Худтың елі, Салихтың елі, сол жердегі Сәмудтықтар негізі сом денелі, мықты тастарды қашап тұрып, неше түрлі үйлер, неше түрлі құрылыстар жасайтын болған заманында. Сөйтіп, құрылыстар жасап, қаншама өркениеттері дамып, өздері ірі болады, күшті, мықты, жаңағындай адамдардың қолынан келмейтін үлкен үйлер салады. Таң бәрі жақсы, әлхамдулилля, жаңағы өнерлерінің. Бірақ Алла Тағала сол қауымның арасынан енді пайғамбарды таңдап, ол пайғамбар сол қауымның ішінен шығады, Салих. Ол білімді, ізгі, лақоды күнті маржуан деген сөзді айтады. Халық қарсы шыққан кезде Салихқа айтады, шындығында сен үміт күткен адамымыз едің дейді. Яғни сонда бір текті, сондай мықты адам болған Салих. Соны шығарған кезде Салихтан бет бұрады олар. Өркениет дамып жатыр, үйлер, қала тұрғызылып жатыр, бірақ араларынан пайғамбар шыққан кезде, пайғамбар оларға Алланың жалғыздығын, бірлігін айтқан кезде, олар одан бас тартады. Өздері жаңағы Алладан өзгеге табынып, сөйтіп өздері Аллаға бет бұрмай пайғамбарға қарсы шығады. Соңында олар Алланың елшісін, Салих пайғамбарды келеке етіп, оған шарт қояды. Ей Салих дейді, егер де біз сенің артыңа иман келтіреміз, егер де сен мынау таудың ішінен біз қалаған түйені шығарсаң дейді. Енді сенің құдіреті Алла Тағалаң шамасы келсе, осы таудың ішінен бізге түйе шығарсын. Бірақ ол түйенің бірнеше сифаттары болсын. Бірінші, ол түйе үлкен болу керек, және ішінде 10 айлық ботасы болу керек, түсі қызыл, жүні қалың, тіпті бір ішкен кезде бір құдықтан бір ауылдың суы қаншаға жетеді, соны ішетіндей болу керек. Сүтті де бергенде сондай көп беретін болу керек. Егер де осыны шығарсын, саған сенеміз дейді. Сонда Салих алейхиссалам, Алланың оған сәлемі болсын, сонда айтады, егер де мен Алладан сұрап, жалбарынып, осы таудың ішінен түйе шыққан болатын болса, сендер иман келтіресіңдер ме дейді. Сонда олар айтады, я, біз иман келтіреміз. Егер де сен жаңағы таудың ішінен түйені, біз айтқан сифаттағы түйені шығарсаң, иман келтіреміз дейді. Сөйтіп Салих пайғамбар Алладан дұға қылып, Алладан сұрап, солар айтқан сифаттағы түйенің шығуын Алладан жалбарынып сұрайды. Сөйтіп Алланың ұлылығымен Алла Тағала бұл десе бола қалады, таудың ішінен тура солар айтқан үлкен сом денелі түйе, буаз түйе шыққан екен. Сөйтіп шыққан кезде қараңыздар, халық екіге бөлінеді. Біріншісі бөлігі, аз бөлігі, бұл Алла Тағаланың құдіреті деп сол түйені көре сала Алла Тағалаға иман келтіреді. Салих пайғамбардың соңынан ереді. Ал басым бөлігі күпірлік, тағы да өздерінің айтқан уәдесінде тұрмай, күпірліктерінде қала беріп, Салихқа ермейтін болады. Сөйтіп, сол қарсылықтарын байқаған Салих, бұл нақатулла, бұл Алланың түйесі дейді. Қараңыздар, менің түйем, сенің түйең деген нәрселер бар, бірақ бұл Алланың түйесі, ерекше жаратылған түйе. Бұған зияндық қылмаңдар дейді.
Неге ол сөзді айтып отыр? Зияндық. Өйткені ол иман келтірмеген. Қазақта сөз бар, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Иман келтірмеген адам Алланың жаңағы сол мұғжиза қылып шығарған түйесіне зиянды келтіретіндігін ол не істеп отыр? Сезіп отыр. Кейін арада уақыт өтеді, бірнеше уақыт өтеді. Алланың құдіретімен сол түйе боталайды. Сөйтіп бір күн де құдықтағы судың барын ішеді. Келесі күні келіскен бойынша халық ішеді. Сөйтіп Салих пайғамбарға қарсы шыққан кәпірлер жаңағы алап түйенің жүргені оларға өте ұнамсыз болады. Бұл араларында әңгіме, бұл біздің малдарымызды қорқытты ғой, бүкіл суды осы ішіп жатыр деген сияқты жағдайлар арасынан, міне сөздердің арасынан пайда туындай бастайды. Содан бұлардың соңы ақыры жаңағы 9 адам болады, 9 адам. Бұл 9 адам сол жаңағы бұзғыншылық жасаушы адамдар. Соның біреуінің есімі Қодар дейді. Қазақтың әдебиетінде Қодар деген есім жағымсыз есім, Абай жолынан да біз байқаймыз, Қодар деген. Сол Қодар есімді адам болады. Сөйтіп олар келіседі. Не істейміз? Біз мынау түйені өлтірейік те соның етін жейік дейді. Қараңыздар. Сондай жаңағы азғындыққа, сондай күпірлікке Алла Тағаланың жаратқан нақа түйесіне зияндық қылмақшы болып солай жоспарлайды. Ақыры күндердің бір күнді олар түйенің су ішіп кететін жолында аңдып отырады. Бірақ түйе үлкен келе жатқан кезде 9 адам, сол барлық қауымның ішінен 9-ы сол істі жасауға, яғни өлтіруге бел байлады ғой. Сонда келе жатқан кезде бірінші оған қол жұмсауға жүрексінген екен. Сонда Қодар деген кісі түйенің тізесінен шабады, жақындап барып. Сол тізесінен шауып, түйені өлтірген кезде ботасы қашады. Сөйтіп ботасының артынан жүгіреді жанындағылар, оны да өлтірмекші болып. Кейін таудың жанына барып ботасы 3 рет боздайды да ғайып көзден ғайып болады. Ал қалғандары жаңағы үлкен түйені сойып, еттерін бөліп, соны үлкен сондай азғындық жасайды. Ақыры осы хабар Салихқа жеткен кезде Салих жаңағы Алла Тағаланың азабы келеді сендерге 3 күннен кейін деп, жаңа Алла Тағала оған уахи етіп, сондай сөзді айтып, жаңағы олардың Алла Тағаланың жаратқан түйесіне сондай азғындық жасаған қауымға Алланың енді азабы келетіндігін ескертіп, Салих пайғамбар кетеді. Сөйтіп, жаңағы 9 адам түйені өлтіреді, еттерін жан-жаққа шашыратып, бөліп, біреулер пісіреді, тағысын тағы. Кейін 9 айтады, 3 күн деп айтты ғой дейді. 3 күнді азап келсе дейді, біз бұлай істейік дейді. Бұл түйенісін өлтірдік дейді. Ендеше 3 күн әлі уақыт бар. Бізден бұрын мынау Салих өлсін деп, Салихтың өзін пайғамбарды өлтіруге, күпірліктің арты қалай кетеді, соны ақылдасады жаңа 9-ы. Сөйтіп, азапты көріп болса да біздіге азап түсетін болса, бірге көрейік, бірақ бірінші өлтіріп, 3 күнге дейін осы пайғамбарды өлтіріп, бірақ жаңағы түскен азабы көрерміз деп сөйтіп келіседі. Сөйтіп келісіп 9-ы бір таудың етегіне жиналған кезде Алла Тағаланың құдіретімен үлкен тас келіп үстіне түсіп, жаңа 9-ын мыжып сол жерде жаншып өлтірген екен. Енді қалған сол әрекетке сол Саумуд қауымы соларға қолдаушы болған, пайғамбарға ермегендер, Алланың түйесіне қол салғандар, соның етімен бөліскендердің барлығы бірінші күні түрлері сапсары болып кеткен екен. Екінші күні түрлері қып-қызыл болып кетеді.
Үшінші күні түрлері қап-қара болып кеткен екен. Сонда 3 күн дегені келе жатқан сезінген, олар өз-өздеріне көр қаза бастайды. Кімдер? Жаңағы күпірлікке өткен адамдар. Кейін Алла Тағала үлкен бір қатты дауыс жіберіп, Самуд елін құртып жіберген екен. Міне, Алла Тағала осы Шамс сүресінде осы туралы баяндайды. Алла Тағала Құранда былай деп келтіреді: «Кәззабат Самуду битағуаха изим баъаса ашқаха фақала лахум расулуллахи нақаталлахи ва суқияха факәззабуху фақаруха фадамдама алейхим раббухум бидамбихим фасауаха ва ла яхафу уқбаха» дейді. Самуд азғындары өтіріксінді, оның ең жауызы қарсы шыққанда, сонда Алланың елшісі оларға Алланың түйесіне әрі оның суарылуына килікпеңдер деді. Бірақ олар оны жасанға шығарып, түйені өлтіріп тастады. Ал сонда Раббылары оларға қылмыстарының салдарынан апат жіберіп, жермен жексен қылды. Алла оның соңынан қорықпайды дейді. Осындай аят түсіріп, жаңағы Самуд қауымын Алла Тағала өлтіргенін, жойғанын, Алла Тағала азап түскен жер екендігін айтқан екен.